Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз орыс тілінен енген сөздер. Кез келген тілдің сөздік құрамы үнемі өзгеріп отырады. Тілге әртүрлі қарым-қатынасқа байланысты басқа тілден сөздер енеді. Тұрмыс тіршілікке байланысты заттар мен құбылыстардың аттары жаңарып отырады. Тілге басқа тілден енген сөздер кірмес сөздер деп аталады. Қазақ тіліне араб, парсы, моңғол, орыс тілдерінен көптеген сөздер кірген. Бүгінгі тақырыбымызда қазақ тіліне орыс тілінен енген бір қатар сөздерді қарастырамыз. Мысалы, кәмпит, конфета, шайник, чайник, самауыр, самовар, жәшік, ящик, сөмке, сумка, бөтелке, бутылка, стөл, стол, тәрелке, тарелка, жәрмеңке, ярмарка. Қазақ тіліне орыс тілінен енген бір қатар сөздердің тізбегін жалғастырайық. Кірпіш, кирпич, бәтеңке, ботинки, кереует, кровать, сот, суд, тауар, товар, зауыт, завод. Бүгінгі тақырыбымызда ана тілімізге орыс тілінен енген сөздердің бір қатарын қарастырдық. Әрине, орыс тіліне енген сөздер онымен шектелмейді. Ол сөздердің қатары өте көп. Бұл сөздер күнделікті өмір сүру салтымызда жиі кездеседі, жиі қолданамыз. Құрметті оқырмандар, қазақ тіліне орыс тілінен бұдан басқа да көптеген сөздер енген. Алайда біз бүгінгі тақырыбымызда тек солардың бір қатарымен ғана таныстық. Ана тілімізге басқа тілден енген сөздердің қатарын біле жүргеніміз абзал. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.